Үйіңізде ет жоқ кезде дәл осылай дайындаңыз. Бізге бар жоғы 2-ақ құрам керек. Картошка мен гречкамызды пісіріп алып, измельчительге салып, дәмдеуіштерімізді қосып, бір жұмыртқамен бір жуамызды салып, араластырып аламыз. Дайын котлеттерімізді ұнға батырып, содан кейін панировочный сухариге батырып, котлеттіктер дайындап аламыз. Біздің гречкамыз бен картошкамыз пісіп тұрғандықтан, қызып тұрған табада тек екі жағын қызартып аламыз. Осылайша біздің дәмді котлеттер дайын болады. Мен де бүгін бірінші рет дайындадым. Өзіме ұнағасын сіздермен бөлісіп отырмын. Сіз де дайындап көріңіз. Результатын жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей, осылайша біздің котлеттеріміз өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Хотя бы қиын болып жатса, лайк басып кетіңіз.